Селам алейкум, урметли серджилер, бу UATV студияда. Украина хаберлері бүгін июнын 8 Джума күні. Украин сияси мобюсы Володимир Балухны азат етмек. Бұны Украина тышқы ішлерні зерлігі талап еті. Крымфалі сезода 82 күн ачылықны тута. Твиттерде назерлікнің спикері Марьяна Беца язғаны кебі аяты телюке алтындадар. Евел Балухның адвокаты Ольга Динза Крымағы қат радиосының эфирінде айтқанына көре, Балух озунын алмашывыны Қытайы Украинаға йоланылмасы рижа еті. Оның сөзлеріне көре, Украина алмашыв жедвеллерінде Балухның ады біріншілер сырасындадар. Фақат Русия музыкерелерге азырлығыны таздықламай. Володимир Балух Ишгаль акимияты тарафындан дерсін арбие деклараны сақлағаны үшін қанунсыз суретте апис етілген Қырым тифтісіdir. Русия құветчілері оны 2016 сенесі декабрь айында тутуп алды. Бұл сене январь айында Кремль незаретінде чалышқан Ақшейх махкемесі оны 3,5 еллық ерлешів колониясына мәкюм етті. Бұның еле Балухны санки Ақшейх сезосының ребераны урғаны үшін қабатлайжақ олалар. Наразылықны білдірген Украин мартның 19-дан ачлықны тута. Балухның адвокатлары ве ұқуқ қоройжылар айтқаны кебі о ватанпервермевамы үшін басқылар құрбаны олды. О ешғал етілген Қырымда өз еві өзерінде Украина байрағына көтерген еді. Русияге қаршы басқыны арттырмақ ве инсан ақларының девамлы бозылығы ве сияси тақыплер себебінден она қаршы яны санкцияларны көрсетмек. Шу жүмледен Роман Сущенкаға чықарылған қанунсыз үкімнің себебінден. Бұның ақында Раданың четел парламентлерге қабыл етілген мұражатында айтыла. Весиқа Жұмақшымы күні 238 халық депутаты қол тұтты. Украин депутатлары Украин журналистіні 12 еллық апиш жазасына мәкім еткен Москва қарараны тәкбих етті. Қайды еткенлері кебі Украин форум журналисті сақтеленген дәлелер бойынша жасуслықта қабатланыла. Бұның еле Украина мемлекетте террористик фаалиетінің себебінден яқаланған Русия ватандашларыны Украин сияси мобюслері деніштірмеге разы олғанына қатырлаттылар. Я надіслала на ім'я. Туневын уч тарафлама контакт группасында Русия Федерациясының махсус темсилжесінің адына кейіне будуще бөсіні йоладым. Украина писханелерінде тұтылған бутун Русиялерінің адларыйнен мақсадымыз бір. Оларны Русияге теслим етмек ве рейнелерімізні азат етмек. Украинаның ресми теклифіне ресми жевапны беклейміз. Бізімкелері чун күрешежекміз. Украина Русиядан фарқланып, ватандашларыны қалдырмай. Қанунсыз суретте тұтылған сияси мобюс Олег Сенцовның азат етілмесіні Русиядан Канада тышқы ішлер назирі Христия Фриланд талап етті. Бұның ақында о Твиттерде язды, оның сөзлеріне көре Канада 26 күнде вамында ачылық тұтқан Украин режиссерінің сағлық алындан қасеветчеке. Украина сияси мобюсы Олег Сенцов ве Кремльнің дегер етміш рейнесінің азат етілмесі еділер группасының әсас меселелерінден бірі олмалы. Бұны Фейсбукта Сейв Олег Сенцов акциясының тешкелетчілері язды. Фаалер ләқайт олмағанларны еділер группасы етікчелерінің ичтимай ағларындаки сейфелеріні тапмақ ве сон кезғанларыны изатлап, еда озейнларында лидерлеріні қайдетіп, Русияге қаршы басқыны арттырмақ ве оны Украин сияси мобюслеріні азат етмеге мечбур етмек чағыровларына қылдырмаға теклиф етелер. Украин сияси мобюсы Олег Сенцовны азат етмек үшін бұны Amnesty International халқара құқ құройжы тешкелетінің баш кетібі Салил Шетти талап етті. Бұның ақында о Твиттерде язды, оның фикріне көре Украин махкемесінің адалетсіз ве сияси қарары бойынша 20 еллық апиш жазасыны чеке.
Еделер группасы мемлекетлерінің саммиті бүгін Канаданың Лямгелі бәшәрінде башланacak. Бұл әлветлер лидерлерінің ресми күрішігі ерлі вақытқа көре саат 12-ге 15 даққа қылғанда башланacak. Регионда қавсызлық тәдбірлері артырылған. 10 bin полисове арби қызметші низамны көзеті. Еделер группасының лидерлері сербест тіджеретве ішбірлік иқтисадин кешав дүния қавсызлығы меселелері Ве иклимнің денішмесіні мұзакере етежек. Бікленілгені кебі саммитның әсас мевзусы Америка Бірлешкен Девлетлерінің президенті Дональд Трампның Франкистан президенті Эммануэль Макрон ве Канада баш назирі Джастин Трюдо арасында олған келешамамазлық олажақтыр. Себебі Вашингтон тарафындан Авропа ве Канаданың алюмыны ве челегіне алымның кірсетілмесі. Dans différents endroits du monde. Иттифақдашлармыз, мұйым хаберлеріні пайлашамыз. Аскерліміз бірлікте бізім сербестлігіміз ве қиметлерімізні қоруй. Угунки дүния вазиятне сапқа алғанда тіджари женкнің олмасы мүмкін дегіл. Принципиал меселе. Баш назир Трюдо ве дегер шереклеріміз или Америка президентіні тіджари меселерінің дегер чизілуіні тапмаға, қандырмаға тырышачақмыз. Америка президенті Дональд Трамп мұддеттен әвел еделер группасының саммитіні терк етежек. Деп білдірі брифингте ақевнің матбуат кетібі Сара Сандерс. Әтрафтаки мұйтны қоров меселелеріне ве иклимнің денішівіне бағышланған сессияларны қачырajak. Канададан бірден Сингапурға yol алajak. Анда юнын 12-сінде Шимали Кореяның лидері Ким Чен Ын еле көрішajak. Вашингтонның әсас мақсады Корея Ярамадасының там озек селясызлануына ирешмек. Умют этемки Сингапурда олajak корышу Шимали Корея ве бутун дүния ичун яны айдын кележекнің башлануы олур. Корея Ярымадасының денуклеаризациясы бутун кореялар ичун абаданлык ве хавсызлыкның яны деврені ачар. Шимали, Джунуби Корея ве бутун дүния ичун. Киберхавсызлық мелес тәлікелері ве терроризмге қаршылық. НАТО мемлекетлері ішбірлігінің әсас саларыдыр. Бұны баш кәтіп Йенс Столтенберг Брюксельде альянс назерлері күрішівінің екінші күнінде білдірді. Оның сөзлеріне көре девлет етікчелерінің базы бір анлашылмамазлықларына бақмадан сонки еллары Шимали Атлантик альянс да күчлі олды. There are disagreements between NATO allies. НАТО азалары арасында уймамазлыклар бар, ама алясының ишы черчевесінде береберміз. Тиджарет яда экология, Иран озек программасы черчевесінде келишмамазлыклар бар. Эбет, ама бу НАТОның бірешмек ве умumi мақсатлар üzerinde çalışmak, umumi menfaatlarını kormak ve bir-birini korçalarmak imkaniyetini zayıflaştırmay. Үрметлі серджелері бұл дақиқаға бұл сонки хаберамасыды. Дадачо хаберлерні сізлер UATV.ua сайтымызда оқай білесіңіз. UATV ile olana sağlıqнен қалыңыз. Көріш кенде.